Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай керемет круассан дайындайтын боламыз. Қатпарлы, дәмі деген керемет, ауызда ериді. Ең бастысы суып қалған кезде де өз қалпын сақтап тұрады. Мені жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп лайк басып кетіңіз, және де видеоны толықтай соңына дейін көріңіз. Ең алдымен жылы суымызға 2 ас қасық қантымызды және де 1 ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып алып, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Келесі кезекте ұнымызға 5 ас қасық шекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ашытқылы суымызды және де жылы сүтімізді құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырдың илеуінің соңына қарай сары майымызды салып, жақсылап илеп, илеуін қандырып, холодильникке 4 сағатқа салып қоятын боламыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды осындай қағазға немесе пакетке, целлофанға орап, осылай төртбұрышты етіп жұқалатып жайып алатын боламыз, және де оны да холодильникке салып қоямыз. Холодильникте тұрған қамырымызды алып, сопақша етіп осылай жайып алатын боламыз. Жайылған қамырдың үстіне жаңағы холодильникке салған жұқалатып жайылған сары майымызды салып, 2 бүктеп, үстінен илейтін боламыз. Бұны бір емес бірнеше рет істейтін боламыз. Осылай 2 бүктедік, және де тағы да бүктеп, 4-5 рет бүктеп илесеңіздер, бұл слоеный тесто болып шығады. Осылай жайып болған соң холодильникке тағы да жарты сағатқа салып қоятын боламыз. Келесі кезекте алып, тағы да жайып аламыз. Бұл жолы үлкендеу етіп жайып, өзіңіз қалауыңыз бойынша мен рогалики етіп кестім. Солай кесіп алып, ішіне начинкасына мен джем салдым. Сіздер сгущенка салсаңыздар да болады, немесе джем, немесе салмай ақ қойсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Дайын болған соң, үстіне бетіне осылай жұмыртқа жағып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Міне, біздің круассандарымыз дайын болды. Қатпарлы, дәмі өте нәзік. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіз.